Саламатсыздар ма оқушылар? Геометриялық ықтималдық 9 класс 32-де 13-ші есеп. Кубқа шар іштей салынған. Кубқа шар іштей салынған. Кубтан кездейсоқ алынған нүктенің шарға тиісті болуының ықтималдығын тап. Бір нүкте алынған, А нүктесі, осы нүкте шарға тиісті болуының ықтималдығын тап дейді. Ол үшін кубтың көлемінің формуласын қолданамыз, а куб және шардың көлемінің формуласын қолданамыз. 3-тен 4 пи р куб. Енді мына екеуін бір айнымалы қылуымыз керек. Ол үшін кубтың қабырғасы бізде А болса, мынау шардың диаметрі. Бұл 2 радиусқа тең. Яғни мына А дегеніміз 2 r-ға тең болады. Мында А-ның орнына 2-рді әкеліп қоятын болсам, сонда ол дегеніміз 8 r кубқа тең. Енді бізде n дегеніміз неге тең? N дегеніміз 8 r кубқа тең. M дегеніміз 3-тен 4 пи r кубқа тең. Мына формулаға орнына қойсақ, P тең болады. M-нің мәнін 3-тен 4 пи r кубты бөлем n-нің мәні 8 r-ға кубқа тең болады. Сонда бөлшекті бөлшекке бөлу ережесі бойынша бірінші бөлшек сол күйінде жазамын, мынаны кері санын көбейтемін. Сонда r куб пен r куб қысқарады, 4 пен 8 мында 2 қалады. Қалған көбейтетін болсам, мында пи қалады, мында 6 қалады. Сонда есептің жауабы пи бөлінген 6-ға тең болады екен. Келесі 15-ші есеп сызбалары бірдей болғандықтан 15-ші есепті қарастырайық. Дәл сол сызба кубқа шар іштей салынған. Кубтан алынған нүктенің шарға тиісті болмауының, енді тиісті болмауының болса, нүкте мына жерде орналасады. Енді олай болса, алдыңғы недегі сияқты мұнда да А дегеніміз бұл 2 r-ға тең. 2 r-ға тең. Дәл бағанағыдай формулаларды қолданамын. Кубтың көлемі А куб, орнына қойсам 8 r куб. Шардың көлемі бізде 3-тен 4 пи r куб. Енді мына жерде мына жердің көлемін табу керек болу үшін кубтың көлемінен мына жердің көлемін табу үшін b1 деп қояйын. Кубтың көлемінен шардың көлемін алып тастаймыз. Кубтың көлемі бізде 8 r кубтан азайтам 3-тен 4 пи r кубты азайтып тастаймын. Ол дегеніміз сонда 3, мына жерде мынау 3-тен келсе 24 r куб азайтылған 4 пи r куб. Енді мына жерде 4 r кубты жақшаның сыртына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде 6 минус пи жақша жабылған бөлінген 3-ге тең болады. Енді бізде n дегеніміз, манағы n дегеніміз 8 r кубқа тең да, m-нің мәні мынаған тең болады. 4 r куб 6 минус пи бөлінген 3-ге. Енді орнына қоям P оқиғасының ықтималдығы m-ді, яғни 4 r куб 6 минус пи бөлінген 3-ті бөлем n-нің мәні 8 r кубқа. Бірінші бөлшек сол күйінде жазамда, екіншісінің кері санын көбейтем. Яғни 8 r куб. Мына жерде r куб пен r куб қысқарып кетеді. 4 пен 2 мында 1 қалады. Сонда қалған көбейтетін болсам, мында 6 минус пи бөлінген 2 мен 3-ті көбейтсем 6. Бөл жіберсем, мынаны 6-ны 6-ға бөлсем 1 қалады, минус пи бөлінген 6. Сонымен есептің жауабы 1 минус пи бөлінген 6-ға тең болады. Келесі 14-ші есеп. Енді керісінше шарға куб іштей салынған, шардан кездейсоқ алынған нүктенің кубқа тиісті болуының ықтималдығы. Мына жерден бір нүкте алсақ, сол кубқа тиісті болуының ықтималдығы. Дәл бағанағыдай шардың радиусы, шардың көлемі 3-тен 4 пи r куб формуласын қолданамын, және
кубтың көлем формуласы а куб қолданамын. Енді а мен r-дің арасында байланысты тауым керек ол үшін мынандай қосымша сызықта жүргізейін. Келесі мына жерде мынау бізде кубтың қабырғасы а-ға тең. Мынау а-ға тең, олай болса мынау да а-ға тең. Мына жер мынау менің шардың центрі. Содан мынадан былай қарай сызық жүргізейін. Сол кезде мына жерде бізде сәл қисық болып кетті. Мына жерде О нүктесі деп алайын. Мына жерде А деп алайын. С мынаны О1 дейін, мынаны О дейін. Сонда мына жерде тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Мынау бізде шардың радиусы. Мынау дегеніміз А-ның жартысына тең болады. Мына жерде А бөлінген 2 болады. Енді мына жер керек бізге. Мынау дегеніміз А-сының жартысына тең. Енді А-сыны табу үшін Пифагор теоремасымен А квадрат қосылған А квадрат. Мына үшбұрыштың Пифагор теоремасын қолданамын. Сонда мынау 2А квадрат. Туурасында 2А болады. Ал мына АО дегеніміз осының жартысына тең. АО дегеніміз туурасында 2А бөлінген 2 тең. Сонда мына жер туурасында 2А бөлінген 2 тең. Енді мына үшбұрышты қарастырамын. Үшбұрыш АО О1 үшбұрышынан Пифагор теоремасын жазамын. Яғни мына А бөлінген 2-ның квадраты қосылған мынау туурасында 2А бөлінген 2-ның квадраты тең R шардың радиусының квадраты. Енді мынаны ақшамдайын. А квадрат бөлінген 4 плюс мынау дегеніміз 2А квадрат бөлінген 4 тең R квадрат. Дегеніміз 3А квадрат бөлінген 4 тең R квадрат. Бұдан R-дің өзін табу үшін мынадан 4 табатын болсам, туурасында 3А бөлінген 2-ге тең. Енді осыны апарамын да орнына қоямын. Сонда 3-тен 4 пи R-дің орнына мынаны қоямын. Сонда туурасында 3 бөлінген 2А-ның кубы болады. Сонда есептегенде 4 пи бөлінген 3 көбейтілген мына жерде 27, одан 4 тапқан кезде 3 туурасында 3 болады. А куб бөлінген 8 болады. Мына 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 8 қысқартында 2 қалады. Сонда мына жерде туурасында 3 пи А куб бөлінген бөлімінде 2 қалады. Енді n дегеніміз неге тең? N дегеніміз бізде сыртында шардың радиусы мынаған тең. Яғни туурасында 3 пи А куб бөлінген 2 тең. М-нің мәні бізде А кубқа тең. Ішінде кубтың көлемі. Енді формулаға қоямын. П А тең. М-нің мәні А кубты бөлем мынаған. Туурасында 3 пи А куб бөлінген 2. А куб сол күйін жазамын да мынаны кері санын көбейтсем 2 туурасында 3 пи А куб. А куб пен А куб қысқарады. Сонда 2 туурасында 3 пи. Иррационалдықтан құтылғанда мынау сонда 3 пи 2 туурасында 3-ге тең болады. Алымды бөлім туурасында 3-ге көшіріп жібердім. Сонымен есептің жауабы 2 туурасында 3 бөлінген 3 пиға тең болады екен.